Bu videoni hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Bu Qirg'izistonda masjidlarning birida bo'lgan tarovih namozida ikkinchi etajda qanaqadir sharpa ko'ringan. Odamlar buni shayton, jin deyishyapti. Aslida shayton va jinlar odamlarning ko'ziga ko'rinmaydi. Shu videoni oxirigacha ko'ring, o'zingiz tushunib yetasiz nima bo'lgan aslida voqea. Internet желісінде кәдімгі болса Миғраж мешіті, енді Миғраж мешіті деп біліп жатқан жоқ, бірақ осы жерде түсірілген видео. Қари имам қояды осы жерде, біздің қариымыз. Сосын видеоны қойған уақытта видеоны түсіреді. Видеоны түсірген уақытта арта жақтан ана ашылатын жерден негізі, да? Біздің мешіттің күмбезінің ішінде бүкіл күмбез төрт жағынан ашылады. Жоғарғы қарасаңыздар бәрі ашылады. Ана жерде сол бір жігіт тұр. Сол ашылған уақытта соны жігіттер ашқан ғой, соны видеоға түскен, соны көпшілік адамдар оны періште немесе жын деген мешітте жүрмейді, періште деген көрінбейді деген сияқты адамдар сондай бір арасында сондай комментарий бүкіл Қырғызстан, Өзбекстан, бүкіл Азия көрген оны, бүкіл мемлекет көрген, почти біздің мына Азия орталығында. Соның бәрін енді жын немесе періште деп ойлап жүр. Ол искусственный интеллектте емес. Ол нәрсе біздің мешіттің жоғар жағындағы ашылатын арнайы терезесі бар. Соны балдар ашады. Сол балдар ашқан балдар соны қарап өтіп кеткен.